сәлеметсіздер ме? Сіздерге терапевт пульпит ауруы жайлы айтатын боламын. Пульпит дегеніміз не? Пульпит тістің ішіндегі жұмсақ тіннің пульпаның қабынуын айтамыз. Пульпа құрамында жүйке талшықтары, қан тамырлары болады. Сондықтан ол қабынған кезде тіс қатты ауырады. Пульпиттің негізгі себептерін айтайын. Біріншіден, тіс жегісі, кариес ең жиі кездесетін себеп. Екінші, тісті жарақаттау, соғылу, құлау, сыну себебі болады. Үшінші, тісті дұрыс емдемеу немесе пломбаны дұрыс қоймау себебі. Төртіншіден, инфекция қан арқылы да түсуі мүмкін. Пульпиттің белгілерін айтайын. Алғашында тіс өзінен өзі ауырады, әсіресе түнде. Оны барлық өздеріңіз білесіздер. Барлық аурулар түнде өзі ауырады. Ыстыққа, суыққа ұзақ уақыт ауырып тұрады. Ауырсыну толқын сияқты болады. Бірде ауырады, бірде басылады қайттан күшейеді. Уақытында емделмесе, инфекция түбір ұшына түсіп периодонтитке айналады. Ол жайлы да әлі видео салатын боламын. Периодонтит дегеніміз не? Осы видеодан кейін көретін боласыздар. Оның емін айтайын. Терапевт пульпитті қалай емдейді? Қысқаша сіздерге айтып өтейін. Тіс қуысын ашады. Жаңағындай тістің бетін ашады. Содан тіс қуысын ашып, ішіндегі пульпаны алып тастайды. Яғни жаңағы нервті айтып жатыр. Арнайы құралдармен түбір өзектерін тазалайды. Яғни тістің каналын, мысалы 2 канал болсын, 1 канал болсын, 3 канал болсын, 4 канал болсын, соның ішін айтып жатыр, тазалайды деп. Оны арнайы өзінің аппараты бар, тазалайтын. Болмаса файлмен өзінің сандары бар, размерлері бар, сол арқылы ішін тазалайды. Оған кейін арнайы дәрі салады. Нерв каналының ішіне арнайы дәрілер өзінің салатын аппаратымен ішіне құйып, ішін толтырады. Кейін бетін пломбамен жабады. Бұл пульпиттің қалай алдын аламыз? Тісті уақытында дәрігерге көрсетіп, кариесті ерте емдету керек. Яғни пульпитке жаңағындай қатты ауырмай жатып, түнде мазаламай жатып, ыстық суыққа мазаламай жатып, ертерек бару керек. Кариес кезінде тістің бетінде жаңағындай кішкене қара дақтар пайда болады. Соны кариес дейді. Сол кезде барсаңыздар, пульпитке жетпейді. Ол кезде сосын нервтеріңізде алынбайды. Соны айтып жатыр. Тісті дұрыс жуу керек. Оны қалай жуамыз? Тісті жуғанда кейде көп адам ішкі бетін, астын үстін жумайды. Сосын тістің бетін жумайды. Астында, үстінде. Сосын арғы азу тістер жаққа щетка бармайды. Енді бәрі бірдей емес. Ішінде сөйтіп жуатындар бар. Соны тағып жақсылап жуу керек. Күніге 2-3 мәрте жуу керек, тамақтан кейін. Жылына енді
кем дегенде 2 рет барып тұрғандарыңыз дұрыс. Бір жылда 2 рет барып көрінгендеріңіз дұрыс. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, каналымызға тіркеліп кетіңіз. Келесі видеода сіздерге жаңағы пульпиттен кейінгі айналатын диагноз, периодонтит жайлы сіздерге айтып өтетін боламын. Жақсы, сау болыңыздар.